Балақай, бүгін өрмекші адаммен бірге фигураларды үйренеміз. Дайынсың ба? Ендеше бастайық. Төртбұрыштың екі қабырғасы ұзын, екі қабырғасы қысқа, бұрыштары тіп-тік. Айналамызда төртбұрышты нәрселер өте көп. Мысалы, үйімізге кіретін есік. Үшбұрыш, үш сызықтан тұратын фигура. Үшбұрыштың үш қабырғасы және үш бұрышы болады. Ал сен жақсы көріп жейтін пицца тілімдерінің үш бұрышты екенін білесің бе? Шеңбердің бұрышы да қабырғасы да жоқ. Ол айнала дөңгеленіп тұрады. Айналамызға шеңберге ұқсайтын нелерді білесің? Шаршы қабырғалары тең, өте тәртіпті фигура. Себебі оны оңға, солға бұрсаң да өзгермейді, сол күйі қалады. Балақай, сен де шаршы сияқты тәртіпті бол. Ромб шаршының бауыры. Қабырғалары тең, бірақ бұрыштары тік емес. Мен ромб фигурасын анамның пісіретін тәтті бауырсақтарына ұқсатамын. Бес бұрыштың бес қабырғасы мен бес бұрышы бар. Оны салу қызық және біршама қиындау. Аспандағы жарқыраған жұлдыздар мен оригами бес бұрышқа ұқсайды. Балақай, сенің фигураларды қаншалықты үйренгеніңді білу үшін жұмбақтар жасырамын. Шаршыға ұқсап кеткен, қисайып бір шетке кеткен, бұрыштары тік емес, айыра аласың ба тез? Айналған мен дөңгелек, оңға солға жүгірген. Менде бұрыш болмайды, балалар менімен ойнайды. Бұрышым бар төрт теңдей, қабырғам бар бүк-бірдей. Жастық терезе тақтайша, ұқсайды маған қалайша.